Саламатсыздар ма? Бүгін біздер сіздермен present simpleмен танысатын боламыз. Present simple'дың мысалдарына өтерден бұрын біздер ең бастысы оны қазақ тілінде ұғынып алуымыз керек болады. Анар? Present simple дегеніміз жалпы бір мағлұматты беретін кезде біз осы шақта сөйлемдерді айтамыз, және де күнделікті қайталанатын біздердің іс-әрекеттерімізді осы шақта айтуымыз қажет. Және де төмендегідей бізде формула берілген S және етістіктің бірінші формасы немесе үшінші жақта S, ES жалғанады. S дегеніміз бастауыш, етістік verb бірінші формасы немесе S пен ES жалғанады. Сонымен, мысал ретінде талдап көрейік. Мына суретте бізде көрсетіліп тұрған адамдар, бұлар туралы бізге жалпы ақпарат беріп тұр. Жалпы ақпаратқа сәйкес оларда көп кітап бар. They have a lot of books. Бұл бізде present simple, жалпы ақпарат. Нақтыланған ештеңе жоқ. Өткен шаққа, келер шаққа қатынасы жоқ. Тек жалпы ақпарат. Келесі сөйлем. Және they read a lot. Факт бойынша олар көп кітап оқиды. Жалпы мәлімет болып тұр. Жалпы мәлімет. Келесі. He is eating an ice cream десе, есімізге түсірейік, бұл бізде present continuous. Дәл қазір ол не істеп жатыр? Ол балмұздақ жеп жатыр. Ал егер жалпы мағлұмат айтатын болсақ, he likes an ice cream. Ол жалпы балмұздақты ұнатады. Сонымен, Анар апай айтып кеткендей, бізде үшінші жақта жекеше түрде сөйлемге S жалғауы жалғанады. Does, reads, likes, works, plays, watches. Ал I, we, you және they деген есімдіктермен бізде ешқандай жалғау жалғанбайды. Яғни present simple'дың атауында берілгендей, ол қарапайым. Қарапайым дегеніміз есімдікпен етістік бірге қосатын болсаңыз, сізде бір сөйлем аяқталды. Келесі мысалдарға атап өтетін болсақ, Анар? We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes all the time. Демек, біз present simple'ды қолданамыз бір нәрсені жалпы айтқан кезде немесе бір жағдайлар қайталанып, кейде қайталанып тұратын болса, және де күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерде қолданылады. Мысалы, I like big cities. Мен жалпы үлкен қалаларды ұнатамын. The shops open at 9 o'clock and close at 5:30. Дүкендер сағат 9-да ашылады және жабылады сағат 5:30-да. He works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Ол күнделікті, ол жұмыс істейді, өте қатты жұмыс жасайды, және де оның жұмысы сағат 7:30-да басталып, кешкі сағат 8-де аяқталады. Мына жақта етістікке S жалғанып тұр, және де finishes дегенде ES жалғанып тұр. Жалпы ақпарат ретінде the earth goes round the sun. Біздің жер күнді айланып жүреді дейді. Жерімізді бізде үшінші жақта жекеше түрде жалғыз зат есім ретінде көрсеткендіктен кейін бізде go-дан кейін ES жалғауы жалғанып тұр. Келесі, we do a lot of different things in our free time. Біз көптеген заттарды жасаймыз біздің бос уақытымызда. Бұл жерде we деген көпше түрдегі есімдік және де етістіктің бірінші формасы берілген, еш нәрсе жалғанбайды. Келесі сөйлемде she is very clever. She speaks 4 languages. Ол өте ақылды. Ол түрде сөйлейді. Ол сөйлейді деген кезде speak-қа бізде үшінші жақта жекеше түрде S жалғауы жалғанады. It costs a lot of money to stay at luxury hotels. Мына жерде етістікке S жалғанып тұр. Сөйлемді аударатын болсақ, қымбат қонақүйде қалу көп ақша тұрады. Келесі, бізде signal words дегеніміз бар. We use the present simple with always, never, often, sometimes and usually. Бұдан басқа бізде тағы signal words-тар болады. Енді көбінесе кездесетіндер біздер осы always, never, often, sometimes and usually. Мысалға келетін болсақ, осы signal words-тар бізде етістікпен зат есімнің ортасында қолданылады. He always gets up at 7 o'clock. Ол әрқашан тұрады сағат 7-де. Анар апай айтып кеткендей, I usually go to work by car, but I sometimes walk. Келесі, Jack eats very little
He never has breakfast in the morning. Және соңғы сөйлем, the weather here is not very good. Бұл жердегі ауа райы онша да жақсы емес. It often rains. Өте жиі жаңбыр жауда. Сонымен, астына сілтеме бойынша өтетін болса, бізде бұл ақпаратты бекітуге арналған тапсырмалар бар, солармен бекітуді сұраймыз. Лайк қойды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.